Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұқа әрі дәмді болып шығатын картошка мен чуду дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз картоп, тұз, ас содасы, ұн және де айран қажет болады. Қайнап тұрған суымызға картопымызды және де дәміне қарай тұзымызды салып, қақпағын жауып, дайын болғанша күтетін боламыз. Картопымыз дайын болғанша қамырын жасауға кірісеміз. Қамырына айранымызды, ұнымызды және де ас содасы, тұзымызды салып, жұмсақ қамыр елеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте қатты қылмаймыз, яғни жұмсақ қылып елейміз. Қамырымызды бірден 7 бөлікке бөліп, осылай қолымызбен, яғни домалақ етіп, бірдей етіп жасап шығатын боламыз. Картопымыз дайын болғаннан кейін бірден ыстық күйінде барлығын, яғни пюре етіп езіп алатын боламыз. Одан кейін қолымызды осылай сұйық маймен майлап, бұларды да бірдей етіп, домалақ етіп жасап шығамыз. Қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен ұнымызды сеуіп, жайып алатын боламыз. Одан кейін ортасына картопымызды салып, тағы да жұқалап жаятын боламыз. Яғни қамырымызды біз қатты қалың қылмаймыз, осылай жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Барлығын бірдей етіп жайып шығамыз. Менде 7 дана шықты. Қызып тұрған табамызға екі жағын қызарта отырып пісіріп аламыз. Ыстық күйінде осылай сары майымызды бетіне жағып шығатын боламыз. Не біздің өте тез әрі қолжетімді заттардан тұратын чуду картоппен дайын болды. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.